Сәлем достар, бүгін біз мерекелік дастарханға арналған өте дәмді әрі әдемі салатпен таныс боламыз. Салатты дайындау үшін бізге ет, картоп, сәбіз, қызылша, майонез, аздап тұз және әрлеу үшін гранат қажет болады. Мен алдын ала барлығын пісіріп дайындап қойдым. Енді міне үккіштен өткізіп салатымызды жасауға кірісеміз. Етімізді турап қойдық. Енді сәбіз, картоп, қызылшамызды осылай үккіштен өткізіп шығамыз. Негізі қайнатылған сиыр етін, кез келген етті алуыңызға болады. Мен копченый тауық етін алдым. Енді міне салатымызды жинаймыз. Осындай домалақ немесе төртбұрышты форма арқылы жинасаңыз болады, әдемі шығады. Ең астына картопты салып шығамыз тегістеп. Одан кейін аздап тұз себеміз, бетіне майонезімізді жағамыз. Майонезді өзіңіздің қалауыңыз бойынша жақсаңыз болады. Мен майонезді аз қолдандым. Бұл салатқа чеснокты да қосуға болады. Үккіштен өткізіп немесе ұсақтап турап, осы еттен кейін, картоптан кейін, сәбізден кейін аз-аздап қосып жіберуіңізге болады. Енді сәбізімізді де өстіп жұқалап салып шығамыз. Сәбізден кейін де майонез жағып, одан кейін ең соңғы слойымыз қызылшамызды жұқалап осылай қойып шығамыз. Енді формамызды абайлап аламыз. Одан кейін бетіне майонезбен сетка жасап, гранатымызды әдемілеп қойып шығамыз. Сонымен салатымыз дайын. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай, тез жасалатын салат.